Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 4-ші сынып 79-80 сабақ қорытындылау. Бірінші, бөліндінің мәнінде неше цифр бар? Жауаптары: бөліндінің мәніндегі цифрлар саны өсу ретімен орналастырып, қазақтың тұңғыш профессор математигінің фамилиясын анықта. Оның қандай кітапта жазғанын біл. Енді есептің мәнін білу керек. Ол үшін біріншінің мәні 782-ні 23-ге бөлеміз. 34. 302.000-ні 2-ге бөлеміз. 151.000 10 шығады. Келесінің мәні 25.168. 25.168. Келесінің мәні 347. Келесінің мәні 1.510.101. Келесінің мәні 2001. Келесінің мәні 16.686.968 шығады. Енді осы шыққан мәндерді кішісінен үлкеніне қарай қойсақ, өсу ретімен қойсақ, Ермеков деген фамилия шығады. Бұл қазақтың тұңғыш профессор математигінің фамилиясы Ермеков. Келесі тапсырма: екі ауылдан бірдей жылдамдықпен бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі салт атты шықты. Біреуі екіншісінен 2 сағат бұрын шығып 36 км жолды артық жүрді. Егер екінші салт атты кездескенге дейін 6 сағат жүрген болса, онда ауылдардың арақашықтығы қандай? Ауылдардың арақашықтығы 252 километрге тең. Келесі тапсырма: бір шебер 760 бөлшек, ал екіншісі күнделікті дәл сондай өнімділікпен жұмыс істеп 520 бөлшек жасады. Егер екінші шебер 6 күн кем істеген болса, шеберлердің әрқайсысы неше күн жұмыс істеді? Бірінші шебер 19 күн, екінші шебер 13 күн жұмыс істеген. Келесі тапсырма: Арман 1 минутта 110 сөз оқиды. Бір сағаттың ішінде ширек бөлігінде ол қанша сөз оқиды? 1650 сөз оқиды. Келесі: Әлияның анасы бір сағатта 120 түшпәрат жасайды. Егер ол 360 түшпәрат жасаған болса, қанша сағат жұмыс істеген? 3 сағат жұмыс істеген. Металл жонушы 5 жұмыс күнінде 1150 бөлшек жасады. Ол қандай өнімділікпен жұмыс жасады? 230 бөлшек күніне жасаған. Айна күніне 20 бет оқиды. Бұл оның әпкесінің оқығанына қарағанда 2 есе кем. Екеуі бірге 3 күнде қанша бет оқиды? Екеуі бірге 3 күнде 180 бет оқиды. Мына жерде сіздерге толық жауабы көрсетілген. Бөліп қояйын арасын. Бірінші есеп, екінші есеп, үшінші есептің жауабы және төртінші есеп. Келесі тапсырмаға көшеміз. Берілген кесте мен сызбаны пайдаланып, кездесу бағытындағы және қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа есеп құрастыр. А және Ә тапсырмасы берілген. А тапсырмасының жауабы 2 сағаттан кейін 540 км болады екеуінің арасы. Ә тапсырмасының жауабы 3 сағаттан кейін 438 км болады екеуінің арасы. Келесі тапсырма: бұл жерде бөлу және көбейту амалдары берілген 6-шы тапсырмада. Мәнін мұқият жазып аламыз. 7-ші тапсырма: Серік пен Арман стадиондағы жолақ бойымен жүгіріп жүр. Серік 2 км, ал Арман сол уақыт ішінде 3 км жүгірді. Егер Серік сол жылдамдықпен 6 км жүгірген болса, онда Арман қанша километр жүгіреді? Серік 6 км жүгірсе, Арман 9 км жүгіреді екен. Келесі тапсырма: екі шаңғы базасынан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі шаңғышы шықты. Кездескенге дейін бірінші шаңғышы 20 км сағатына жылдамдықпен 40 км жүрді. Екінші шаңғышының жылдамдығы 10 км сағатына. Екінші шаңғышы кездескенге дейін қанша километр жүрді? Екінші шаңғышы кездескенге дейін 20 км жүрді.
Атқа 4 күнде 32 килограмм сұлы беріледі. Егер күнделікті берілетін сұлы мөлшерін сол күйінде қалдырып, оны 2 атқа беретін болса, осы сұлы қанша күнге жетеді? 32 килограмм сұлыны 2 атқа 2 күнге жеткізуге болады екен. Келесі тапсырмада түрлі түсті ұяшықтардың ішіндегі сандардың қосындысы 9000-ға тең болу керек. Екінші тапсырмада түрлі түсті ұяшықтардың сандардың азайтқан кездегі мәні 9000-ға тең болу керек. А тапсырмасы мен Ә тапсырмасының толық нұсқасы көрсетілген, мұқият дәптерге жазып аламыз. Бүгінгі сабақ осымен балалар аяқталды. Каналға тіркеліп, колокольчикті баса қойыңыздар. Сау болыңыздар.